Краснояр ауылындағы Көкше мәдениет үйі мәдени ағарту жұмыстарының орталығы болып табылады. Мәдениет ошағының негізгі бағыттары халық шығармашылығын дамыту, дәстүрлі халық мәдениетін жаңғырту және сақтау, халықтың мәдени бос уақытын ұйымдастыру. Бұл міндетті іске асыру үшін 30 клубтық құрылым жұмыс істейді. Құрылымдарда әртүрлі жастағы, қызығушылықтары ортақ 585 адам сүйікті ісмен айналысады. 2023 жылы шығармашылық ұжымдардың қатысуымен 5000-нан астам көрерменді қамти отырып, ауыл мекемелері мен жақын маңдағы елді мекендерге 30-дан аса көшпелі концерт ұйымдастырылды. Көрермендер арасында танымал ритм халық би ансамблі би ұжымдары арасында гран-при иегері. Алматы қаласында өткен халықаралық хореография байқауында бірінші дәрежелі лауреат атанды. Ансамбль 30 жылдан астам сахнада халықтық және халықтық стильдендірілген билерді орындап, көрермендерді өнермен қуантуда. Халық өнерін насихаттаушы Рябинушка, әжелер фольклорлық топтары және Алтын жас клубы жұмыс жасауда. Мәдениет ошағында балалардың шығармашылық қабілеттерін дамытуға көп көңіл бөлінеді. 2 домбыра үйірмесі мен вокалдық студияға 100-ге жуық мектеп оқушылары тартылған. Шабыт вокалдық студиясының жетекшісі Ақтоты Абдрахман биылғы жылы облыстық ән аға шәмші аға вокалдық байқауының гран-при жүлдесін жеңіп алды. Ол ән айтып, музыкалық аспаптарда ойнап, балаларға вокалдан сабақ береді. Соңғы жылдары мәдениет орталығының ұжымы өз жобаларын жүзеге асыруда. Халықтың әртүрлі топтары арасында күміс дауыс, мисс Милашка, 2 жұлдыз, жас жауынгерлер курсы, Анука әжелер және тағы да басқа байқауларды жыл сайын өткізу дәстүрге айналды. 10 мәдениет қызметкерлері рухани адамгершілік, эстетикалық тәрбие беру, халықтың мәдени бос уақытын ұйымдастыру бойынша әдістемелік және ұйымдастыру жұмыстарын жүргізеді. Жаңа жылда Көкше мәдениет үйінің ұжымы мәдени демалыс қызметі саласындағы қызметтерді кеңейтуге, адамдардың шығармашылық қабілеттері мен таланттарын жан-жақты дамытуға бағытталған үлкен жоспар құрды.